Аэропортқа келдік, аман есен. Мен регистрация өттім, багажымды тапсырдым. Қазір қыздармен қоштасамын, жылағым келіп тұр. Терминалымды ауыстырып жіберіпті. Соған енді тағы кішкене жүреміз мұнда қарай. Король земли деген дораманы көріп жатыр едім да. И сол жақта как раз осындай жерде, яғни duty free жұмыс істейтін бір қыз тоже кейіпкер. Сол есіме түсіп жатыр. Бір жыл алдым осы жақтан Қазақстанға қонған болатынмын. Стамбулдағы әуежай өте әдемі екен. Әлемдегі ең үлкен аэропорттардың бірі, қателеспесем. Короче, бәрі ана турецкий сериалдағыдай күшті, бәрі әдемі, актер, актрисалар айналамызда. Солай Турцияның осы негізі хочу теперь Турцияның өзіне баруға. Ура! Солай тура бір жылдан кейін дәл сол аэропортқа бара жатырмын. Солай мына самолетқа отырып жатырмын. Влогтарымды көргенде осындай кадр жоқ екен есіме түсті. Өзінің орнын іздеп жатырмын. Пацанның кеше өтіп қойғанмын. Әдейі терезеден қасынан алдым. Тегідей не бар екенін көрсетемін. Мында жай ғана осындай қауіпсіздік нәрселер. Но тоже, наверное, для пакетиктер и мындай столик. Та-дам! Жыл алдын почти осы аэропорттан Қазақстанға ұшқан болатынмын. Сәлем, тағы да сол аэропорт. Багаж алатындар өте көп. Маған 15 керек. И примерно мына жақта 27 ма сондай орындар бар. Қазір 15-ке барамыз. Все, мен паспортный контрольдан өттім. Мені шешедем қарсы алды. Вот, сосын мына сумканы ашты, көрсетті. Сосын айтты, мына шоколадтар, мынау ет деп. Вот. Стамбулға келдім. Ыстық ауа райы. Мен самолеттің ішінде қондым. Нан алғанымен өкінбедім шыны керек самолетте. Бірақ қазір ыстық ауа. Солай таксиге отырып әпкемнің үйіне кеттім. Мына жақта мен тудың көп болғанына таң қалдым. Кейіннен уже үйреніп кетеді екенсің. Осындай ЖК-да тұрдық. Кейін сіздерге обязательно рум-тур түсіремін, күтіңдер. Осындай бассейн бар, осы жақта шомылып. Осылай Түркия мені қарсы алды. Сондай Түркияда өткізетін уақытыма туған күнім сай келді. Осылай мен туған күнімді қарсы алдым. Туған күнімді Түркияның әдемі жерлерінде өткізіп, Галата порты осындай чизкейк жедім. Ура! Өте дәмі керемет. Если что, менің инстаграмда барлық фото, видео, история бәрі бар. Қызық болса, инстаграмыма кіріп тіркеліп кетіңдер. 9 жасымда естерінде бар болса, мен Нью-Йоркта тойладым. Бұл Нью-Йорктағы считается ең ұзын зданиялардың бірі, саммит деген. Ошақта маған осындай керемет күн сыйлады. Ал 20 жасымда Стамбулда осылай туған күндерімді шетелде тойлап жатқаныма қатты қуаныштымын. Және әр туған күнді мен өткізіп жатқандарыңа көп рахмет. Менің инстаграмыма тіркеліңдер. Сол жақта барлық видео, история бәр нәрсе саламын. Сонымен сендермен болған мен Ару Асанхан. Сау, жақында күшті влогтар шығады Түркиядан және рум-тур бұйырса. Сау.